Армысыздар, Сапалы әңгіме каналының тұрақты оқырмандары. Сапалы әңгіме сапалы ойдан басталады. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы отбасы бақыттың кілті. Меркі жерінде бір әулет бар. Бұл әулеттің жүрегі ақылмен де, мейірімен де елге сыйлы болған апасы Сағынкүл. Оның ұлы Нұрбол, келіні Ғалия. Ал оларды шаттыққа бөлеп отырған 4 алтын немересі ақылды Сара, батыр Ертай, инабатты Сабина және ерке де көңілді Ерсұлтан. Бір күні кешкілік бәрі дастархан басында жиналды. Шай ішіп отырып, апасы немерелеріне қарап күлімсіреп: «Балаларым, өмірдің мәні байлықта емес, мансапта емес, нағыз бақыт ынтымақты отбасы», деді. Береке басы бірлік, бірлік басы тірлік деген. Сара ойланып: «Әже, бірлік болмаса не болады?» деп сұрады. Сағынкүл әже күлімдеп: «Егер әркім өз пайдасын ғана ойласа, отбасы ыдырайды. Ал егер бір-бірімізді қолдасақ, шаңырақ бүтін, түтін түзу шығады. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас» деген. Сәл сәтте Ертай сөз қосты: «Әже, онда біздің отбасымыздың күші бәріміздің бірге болуымызда ғой». «Дұрыс айтасың, қарағым», деді әжесі. «Сендер бір-біріңді жақсы көріп сыйласаңдар, әке-шешелеріңе көмектессеңдер, бұл шаңырақ әрқашан шаттыққа толады». Сабина ойлы көзін көтеріп: «Әже, сонда бақытты отбасы қандай болады?» деді. Сағынкүл әже тереңнен толғап: «Бақытты отбасы бір-біріне демеу, қиындықта сүйеу болатын шаңырақ. Әке асқар тау, ана мөлдір бұлақ, бала жағасындағы құрақ», деді дана қазақ. «Әке мен ана сендерді қорғап тұрса, сендер де сол бұлақтың жағасындағы құрақтай әдемі өсулерің керек». Ал Ерсұлтан балалықпен: «Әже, біздің отбасымыз бақытты ма?» деп сұрады. Сағынкүл әже көзінен жылу шашып: «Әрине, балам, немерем, өйткені біз біргеміз, бір-бірімізді жақсы көреміз. Ырыс алды ынтымақ» деген сөз осы әулетке арналғандай. Осылайша дастархан басында айтылған әженің өнегелі сөзі балалардың жүрегіне ізгілік ұялатты. Олар сол күннен бастап әрқашан бір-біріне қолдау көрсетуді, сыйластықты ұмытпай, бақытты отбасының шын мәнін түсіне бастады. Достар, әңгімеміз ұнаса, каналымызға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сапалы әңгіме сапалы ойдан басталады. Аман болыңыздар.